2023 жылы Қазақстандық мектептерде кемінде 1000 заманауи робототехника, химия, биология, физика, STEM кабинеттері ашылады. Қазіргі уақытта 307 кабинет ашылып, тағы 248 кабинет бойынша жеткізу жұмыстары жүзеге асырылуда. 1235 кабинет жабдықтарын сатып алу үшін конкурстық рәсімдер өткізіліп жатыр. Бүгінде елімізде 506 мектеп жаңғыртылды. Оның ішінде 107 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталды. 185 орта білім беру ұйымында мектеп жиһаздары жаңартылды. 201 мектеп кітапханасы мен 119 мектеп асханалары жаңғырту жұмысынан өтті. 261 мектепте турникет, бейнебақылау, дабыл түймелері орнатылып, қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Бұл бағытта артта қалған өңірлерге Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі жұмысты жеделдетуді және мемлекет басшысының тапсырмаларын сапалы орындауды тапсырды.